Ассаламу алейкум достар. Менен көбісі сұрайды, қалай осы YouTube'дан түскен ақша қайдан келеді өзі деген секілді. Сіздерге толыққанды асықпай түсінікті болу үшін мен оны доскаға жазып қойдым, тақтаға. YouTube'дан түскен ақша қалай келеді. Жалпы YouTube'дан түсетін ақшаның сәл бері келіп, тауар және қызмет сатудан түседі, және просмотрдан түседі. Енді тауар мен қызметке келетін болсақ, сіздің бір видео түсіріп, 1000 просмотр жинайтын болса, сізден примерно 10 адам сатып алады. 10 адам 5000 теңгеден сатып алған кезде сізде 50.000 теңге түседі. Яғни бір видеоның өзінен 50.000 теңге түседі. Енді барлығына қызық сұрақ бұл просмотрдан қалай ақша түседі және оны кім береді деген секілді. Мысалы мен компания деп қойдым. Бұл компания әртүрлі компания болуы мүмкін. Технодом, Алсер, Сулпак деген секілді. Ол компаниялар YouTube'қа ақша береді. Не үшін береді? Пропустить деген кнопка шығарған үшін. Сізде барлықтарыңыз көресіздер, пропустить деген кнопка астында шығып тұрады. Ол ақшаны сіз көріп отқан үшін бермейді. Сіз видео түсіріп, YouTube'қа видео жүктейтін болсаңыз, сізге береді. Яғни YouTube компаниялар YouTube'қа $1000 береді. Айналайын YouTube, саған $1000 менің видеомда реклама жаса деп. Ол YouTube $1000 алады да сіздің видеоңызда соның рекламаларын көрсетеді. Сіздің видеоңыздың ішінде пропустить деген рекламалар шыға береді. Бұл жерде ең кереметтілігі сіз басыңызды қатырмайсыз. Қалай видео жүктеймін, қалай реклама салам депті. Сіз жай ғана видео түсіресіз, жүктей бересіз. YouTube'қа берген $1000'дың, яғни $500'ын YouTube сізге береді. Мына сенің видеоңда Технодомның немесе Сулпактың рекламасы болды. Сондықтан да $1000'дың $500 саған деп сізге береді, мұны сізге береді. Ал $500'ын өзіне алады. Өткен бағандағы платформаны жүргізіп жатыр, және ішіне рекламалар салып жатыр, сол процестің бәрін жасап жатқан үшін өзіне $500 алады. Ал менің жай ғана бір каналым просмотрдан қанша тауып жатыр, сіздерге көрсететін боламын. Жақындау кел. Мынау менде киностудия Мейрам деген канал. Қазір менде 1.600.000 подписчик бар мұны. Именно осы 1.600.000 подписчик бар каналдан менде айына $1937 түсіргенмін. $1937 түсірген. Долларды теңгеге айналдырған кезде $1937 мінекей 1.015.000 теңге түсіп отыр. Яғни бұл бір каналының өзінен. Қазір менде 5 канал бар. Ендігі видеода мен қалай сіздер өздеріңіз видео түсіріп отырып, айына минимум 500.000 теңге табу жолдарын айтатын боламын. Сондықтан да каналға тіркеліп қойыңыздар. Келесі видеода осының бәрін толыққанды айтамын. Келесі видеода осының бәрін толыққанды айтатын боламын. Сонда кездескенше сау сәлемет болыңыздар.